Алла тағала адам баласын күллі жаратылыстардың асылы етті. Оған ақыл-ес, сана-сезім, сонымен бірге білім берді. Ақыл-ой, сана-сезім адамды өзге жаратылыстардан ерекшелесе, иман кәпір мен мұсылманның ара-жігін ажыратты. Жаратушымыздың берген осы екі қасиетінен ажыраған адамның дұрыс өмір сүруі де қиын. Себебі ол өзін ұмытып біреудің айдауымен, шайтанның азғыруымен тірлік етеді. Хақ тағала адамды сұлу етіп жаратқан және оған өзін таза ұстап, харамнан сақ болып тура жолмен жүруді бұйырған. Алла тағала адам баласының иманды немесе имансыз, екі жүзді немесе күнәһар болуының басты себебі адам баласының жүрегінде жатқандығына назар аудартады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде шындығында адамның денесінде бір жапырақ ет бар. Егер осы бір жапырақ ет таза болса, онда адамның барлық мүшесі сана-сезімі пәк болады. Ал енді сол бір жапырақ ет бұзылса, онда ол адамның денесі де, тәні де, жаны да бұзылады. Ол бір жапырақ ет жүрек. Құран кәрімде жүрек жайлы 132 жерде айтылғандығы біздерді бейжай қалдырмауы тиіс. Адам баласы дұрыс өмір сүру үшін харамнан сақтанып, жүрегін таза ұстауы керек. Әрине, адам баласының бұл дүниеде өзін қоршаған дұшпандары да жетерлік. Пенде әрдайым сақ жүрмесе, бұлардың барлығы да өз кезегінде жүрекке үлкен қатер әкеледі. Жүрек имандылықтың немесе күпірліктің мекені. Жүрек адамды басқарушы орталық. Адамның сезімдері мен дене мүшелері осы орталыққа бағынады. Орталықтан алған бұйрық бойынша әрекет етеді. Егер жүрекке иман ұяласа, адамның бойында имандылық, көркем мінез-құлық көрініс табады. Ал жүректі күпірлік мекен етсе, адамның бойында имансыздық пен жаман қасиеттер пайда болады. Яғни жүрек жақсылық пен жамандықтың қайнар бұлағы. Сахаба Абу Хурейра радиаллаху анху былай дейді: жүрек патша, ағзалар оның әскері. Егер патша жақсы болса, әскері де жақсы болады. Ал егер патша нашар болса, әскері де нашар болады. Жалпы адам баласының жүрегін рухани тұрғыдан алғанда келесідей топтарға бөлуге болады. Бірінші, сау жүрек. Алла тағала Құран кәрімде былай дейді: ол күні, яғни қиямет күні малда, бала-шағада пайда бермейді. Тек кімде-кім Алланың құзырына қалбун сәлиммен, яғни сау жүрекпен келсе, сол адам ғана пайда табады. Шұғара сүресі 88-89 аяттар. Аятта айтылып өткен сау жүрек сөзінің мағынасын алғашқы буын ғалымдары күпірлік пен күнәһарлықтан ада, ширк пен шүбәдан арылған, Алланың хақ екендігіне, қияметтің күмәнсіз болатындығына және өлгеннен кейін қайта тірілуге иман келтірген, түрлі рухани дерттерден айыққан және жаман мінез құлықтан арылып, көркем мінез құлықпен нәрленген жүрек деп түсіндірген. Бұл жайында ғалым Фахруддин Рази былай дейді: сау жүрек дегеніміз жүректің надандық пен жаман мінезден аулақ болуы, яғни жүректің соқыр наным сеніммен, жиіркенішті әрекеттерден және дүние құмарлықтарынан арылуы деген. Екінші, мойынсұнған жүрек. Қалбун муниб. Жүзін әрдайым жаратушы хақ тағалаға бұрып, өткінші дүниелердің құрығынан құтылған шынайы ықыласпен Раббысына мойынсұнған жүрек. Құран кәрімде Алла тағала бұл жайында былай деп баяндайды: міне, сендерге уәде етілген жәннат, ол Аллаға қарай жан тәнімен бет бұрған, әмірлеріне мойынсұнған, көрмесе де Рахманнан қорыққан және қалбун мунибпен, Аллаға бет алған жүрекпенен келген пенделерге арналған. Үшінші, орныққан жүрек. Бұл мүминнің санасын кеміріп, көкейіне түрлі арам ой салып, мазасын қашыратын уәсуәс азғырулардан құтылып, тыныштық тапқан, яғни иманы толықтай орныққан жүрек, яғни айнал яқин дәрежесіне жеткен жүрек. Құран кәрімнің баяндауы бойынша, жүректің мұндай дәрежеге жетуінің бірден бір жолы зикрулла, яғни Алланы еске алып, зікір ету. Бұл жайында Алла тағала Құран кәрімде анық түрде баяндаған: біліп қойыңдар, жүректер тек Алланы зікір етумен ғана орнығып, тыныштық табады. Рағат сүресі 28 аят. Міне бұлар шынайы мүмин пенделердің жүректері. Мұндай пенделер ақыретте ешқандай қиындық көрмейді. Олар Алла тағаланың уәде еткен жәннатына кіретін болады. Төртінші, қатайған жүрек. Ислам ғалымдары жүректің қатаюын жүректің ақиқатқа мойынсұнбауы және Алланың аяттарын түсінуге тырыспауы, уағыз насихаттарға құлақ аспай, жалған дүние ләззатына бой алдыруы,
және имансыздықпен күнә істеуде шектен шығу деп түсіндіреді. Пайғамбарлар арқылы жіберілген илахи хабарларға жүректерін тарс жауып, оларды естімеу үшін барлық күшін салған. Осы әрекеттері салдарынан олардың жүректері қатайған адамдар болып саналады. Бұл жайында Алла тағала Құранда былай дейді: Алланы еске алуда жүректері қатайған пенделерге қандай өкініш, олар ашық адасуда. Зүмәр сүресі 22 аят. 5. Өлі жүрек. Бұл Құран кәрімнің терең мағыналы әрі ғибратқа толы аяттары мен Хазіреті пайғамбар саллаллаху алейхи уәсәлләмнің толығымен мол уағыз насихаттарынан ғибрат алмайтын, оларды жүрегімен сезініп, әсерленбейтін жүрек. Мұндай жүрек Құран кәрімде мөр басылған жүрек деп сипатталады. Бұл Алла тағаланың ескертулеріне құлақ аспайтын, көкірек көздері көр болғандықтан ақиқатты көре алмайтын адамдардың жүрегі. Соқыр наным сенімнің жетегінен шыға алмай, оны нағыз тура жол деп білгендіктен, ақиқатты зерттеп зерделеуді, ақыл таразысына салып өлшеуді қажетсінбеулері, әрі ақиқатты мойындаудан бас тартып, қасарысулары және Алланың өздеріне берген есту, көру, сезіну, ақиқатты табу қабілеттерін қолданбауларының салдарынан Алла тағала олардың жүректеріне мөр басқан. Бұл жайында Құран кәрімде Алла тағала былай дейді: Расында кәпірлерді ескертсең де, ескертпесең де бәрібір. Ескерту оларға пайда бермейді. Олар иман келтірмейді. Алла олардың жүректері мен құлақтарына мөр басып, бекітіп тастаған. Көздерінде де перде бар. Бақара сүресі 6-7 аяттар. Келесі тағы бір аятта: олардың жүректері бар, бірақ онымен шындықты түсіне алмайды. Көздері бар, бірақ онымен көрмейді. Құлақтары бар, бірақ онымен естімейді. Ағраф сүресі 179 аят. Бұл имансыздардың жүректері, мұндай пенделердің жүрегі өлі. Ақыретте жағдайлары өте мүшкіл болады. Алла тағала бізді мұндай жүректерден сақтасын. 6. Ауру жүрек. Бұл ауру жүрек екі жүзді және нәпсісінің жетегінде жүрген кейбір мұсылман пенделердің жүректерінде болады. Оларды Алла тағала Құран кәрімде былай баяндайды: олардың жүректерінде ауру бар. Алла олардың ауруын күшейте түседі. Бақара сүресі 10 аят. Ислам ғалымдары жүрек ауруларының итиқади, сенім және ақлақи тұрғыдан екіге бөліп қарастырады. Осыған байланысты имансыздық, екіжүзділік, ортақ қосу, надандық және күмән келтіру сынды иманға қатысты адастыратын әрекеттерді сенім сырқаттары деп, ал шахуаттың құлы болу, күнә істеу, құмарлығы, қорқақтық, сараңдық, риякерлік, тәкаппарлық, кектену, көре алмаушылық және дүние құмарлық сынды жағымсыз қасиеттерді мінез құлық сырқаттары деп түсіндірген. Сондықтан да жүрек махаббат пен сүйіспеншілік мекені болуы тиіс. Алла мен оның елшісіне хақ дінге сүйіспеншілігі жоқ жүрек өлі деген сөз. Жүректе не дүниеге сүйіспеншілік, я болмаса Алла тағалаға деген сүйіспеншілік болады. Зікір және ғибадат арқылы жүректен дүние сүйіспеншілігі шығарылған кезде ғана жүрек тазарады. Бір ғалымнан Алланы жақсы көру жүректе қалай орнайды деп сұрағанда, жүректен дүние құмарлық кетсе, Алланы жақсы көру сезімі өзінен өзі орнайды деп жауап беріпті. Ғалым сөзін жалғастырып: шыны ыдысқа суды төгіп тастасаң, орнына ауа толады. Ауа мен су бірге тұрмайды. Сол сияқты жүрекке де екі махаббат орны қалмайды. Онда не дүние құмарлық болады, не Аллаға деген махаббат. Жүректен дүние құмарлық кетсе, Алланы жақсы көру сезімі өзінен өзі пайда болады деген. Сондықтан әрбір мұсылман баласы өзін жаратқан Раббысын әрдайым еске алып, оны жүрегімен жақсы көруге ұмтылуы керек. Жүректі тазалауда 4 нәрсе кедергі болады: мал-мүлікке деген махаббат, мансапқа деген махаббат, бөтенге арналған сүйіспеншілік және күнә. Бұл 4 кедергіні алып тастау үшін 4 нәрсе керек: көп тамақ жемеу, халал азық жеу, көп ұйықтамау, көп сөйлемеу және жамандықтардан ұзақ болу. Енді бұлардан құтылудың жолдары: Аллаға деген сүйіспеншілік, зікір ету, ғибадат қылу, тәубе ету, садақа беру. Мысалыға, кейбір адамдар ешбір ғибадат құлшылық жасамаса да, өзінің түрлі күнәға батқанына қарамай, менің жүрегім таза, көңілімде кір жоқ, ниетім тура, көңіл таза болса болды деп жатады. Бірақ бұл ислам дінінен хабары жоқ адамдардың әрекеті. Керісінше, жүрегі таза адамдар құлшылыққа бәрінен жақын тұрады. Жүректің ауруы өткінші, өйткені о бастан адам дүниеге келгенде ешқандай жүректе ауру болмайды.
Сол себепті жүректегі кез келген сырқаттан Алланың жәрдемімен айығуға болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде адам баласы қияметте жауапқа тартылады. Алла тағала оның түр әлпетімен дене бітіміне емес, керісінше Алла тағала адам баласының жүрегі мен амалына қарайды делінген. Сондықтан ешбір ағайын туысы да, малы да, жаны да пайда бере алмайтын сол бір ұлы күнге сау жүрекпен баруды Алла тағала барша мұсылман пендеге нәсіп еткей. Амин.